Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 20 мыңға заявка дайындайтын боламыз. Ол үшін біз пополнитті басамыз. Через Exchanger Money все варианты заявки мен салатын боламыз. Ол үшін біз бірінші вывод на карту дейсіздер. Бірінші вымызға айналдырып аламыз. Ол үшін өзіміз заявка дайындаймыз. Вымызымен Қазақстан теңгесінде тұру керек. Кейін заявка дайындағанда купить на своих условиях дейміз. Себебі біз сатып алып жатырмыз. Егер сіздерде вымызы болатын болса, продать на своих условиях деп сатсаңыздар болады. Енді біз курстың қандай болып жатқанын көріп алуымыз керек. 20 мың болған соң 20 мың деп жазасыздар. Кейін шыққанда біріншісінде тұру керек біздің заявкамыз. Ол үшін біз осыған қарап аласыздар. Мына жерінде коэффициенті. Бұл процент саналады ставканың. Қазір біз 20 вымызыны ішіне кіріп көресіздер. Кірдік. Народный банк екен. Бұныкі. Сіздерде Каспи болса, Касписін таңдайсыздар. Екінші, үшіншісінде тұрса, соларды таңдай бересіздер. Енді 5 минутта тастайды екен сіздерге вымызыны. Енді жазамыз астына. Егер вымызының өзін сатып алсаңыздар, мысалы 10 вымызы сатып алсаңыздар, 10 деп жазасыздар. Соған ақшасы шығады. Оны ауыстыра алмайсыздар сіздер. Өз заявканы бізге 20 мыңға бізге 49-да 31 келеді екен. Қазір біз бұл жерде сатып алмаймыз, просто көреміз. 20 мыңға 49-да 31 екен. Көріп аласыздар, соны кешіп кетесіздер. Екіншісінде көресіздер. 20 мың деп жазасыздар. Көріп аласыздар бұны да. Мың 50-де 80 екен. Екеуінде разница болады. Мынада 49 деді, мынада 50 екен. Енді біз өзіміз заявка дайындайтын боламыз. Ол үшін купить на своих условиях. Сіздер қаласаңыздар біреуін істесеңіздер болады, или көбісін істесеңіздер болады. Мен біреуін істеп көрсетемін қазір. Плавающий курс дегенде сіздер ставка қоясыздар. Бағана көрсеттім ғой, үстіндегі тұрғаны. Фиксированный дегеніміз бірдей болып тұрады. Мысалы, қазір жазамыз. 50-ді жазамыз. Оны өзгерте алмайсыздар, фиксированный болғандықтан. Бұл бізге қымбаттау түседі. Сол үшін бізге плавающий курс керек. Енді өзіміз ставка қоямыз. Бұл жерде ставка қойғанда $20 мыңға қып істейміз. 20 мың болғанша ауыстыра бересіздер. 20 мың 350 екен. 20
Біз 9-ды істей береміз. Кейін өздеріңіздің банкіңізді жазасыздар. Мен Каспиді жазамын. Міне істедім. Қазір көреміз, қайсында тұрады екен. Опубликовать приложение дейсіздер. Енді кіріп көресіздер. Сайттан. Сіздер продажадан көресіздер. Енді жазамыз 50 деп. 50-ымызға жазып қой. Сол үшін. Міне біріншісінде шығып тұр біздікі. Соған қарайсыздар. Біріншісінде шығу керек, сонда біріншісінде тез алады. Сіздер мына коэффициентін көріп аласыздар, сізден алдыңғылардың. Бұлар біздікі продажадан шығады, сіз біздің сатып алады олар. Бұл жерде үшіншісінде тұр. Мысалы, бұл біріншісінде, үшіншісінде тұра береді. Өздеріңіз іздегенде біріншісіне шығады. Именно 50-ді сатып алғанда 50 вмз-ны 20.351-де 7-ге сатып алайын деп жатыр. Сөйтіп істесеңіздер болады. Біріншісіне шығарыңыздар, главное. Сіздерде басқа банк болатын болса, басқа банкты жаза бересіздер. Оның разницасы жоқ. Енді біз сатып алғанда бізге сообщение келеді. Ол главныйда чаты деген жерінде болады. Вам подобран контрагент деп шығады. Не, осындай шығады. Подобран контрагент деп. Өздеріңіздің суммаңыз шығады. Кейін осындай жеріне кіріп, сатсаңыздар болады. Олардың банковский шоты келеді. Ашық болады. Мен отмена жасағам өзімдікін. Сіздерде ашық болады. Соны көп копировать етесіздер. Каспимен тастап, скрин жасап, подтверждение жасайсыздар. Осының астында тұрады. Подтверждение деген подтвердить перевод деп. Кейін соны басып жібересіздер. Жібермесеңіздер болмайды. Жібермесеңіздер бір күннен өтіп кететін болса, сіздердің рейтингіңізді түсіріп тастайды. Рейтинг дегеніміз мына жерінде тұрады. Өздеріңіздің суреттеріңіз бар төбеде. Личный кабинетке кіресіздер. Личный кабинетте статистика деген бөлімі бар. Соның астына түсесіздер. Мына жерінде жазылып қояды. Завершенный обмен 59 істегенмен, рейтингім 96. Отправка 5 минутта істеген, подтверждение 9 минут. Кейін мен заявкаларым 338 заявкам бар. Уже істеген оларды. Мына жеріндегілер, сіздер бірінші бастағанда новичок болып, серый болып тұрады, ол 0 болып тұрады, бірінші бастағаныңызда. Кейін өзі көтеріледі. Кейін сіздердің подтверждение берулеріңізге байланысты осындай синий, зеленый, оранжевый, красный болып шығады. Егер сізде менікі 5 минутта отправка істегенім үшін 1 сағаттан аз болғандықтан көк болып тұр. Егер 1 сағаттан асып кететін болса, зеленый болып тұрады. Статистиканы осы жерден көріп отырасыздар. Кейін заявки деген бар. Оның ішіне кіріп, мен заявка істедім ғой, соны көрсеңіздер болады. Мен қазір істеген заявкам сатып алу үшін. Егер бұл сіздерге керек емес болатын болса, өшірсеңіздер де болады. Ең астына түсіп, удалить етсеңіздер болады. Егер қате істеп қойған болсаңыздар, удалить ете бересіздер. Енді мен сіздерге 50 вмз сатып алғаннан кейін заявкамен енді Алипейге заявка істейтін боламыз. Пополнитті басасыздар.
через exchanger money. Все варианты таңдайсыздар. Енді әліпбиді таңдаймыз. Оған заявка істейміз. Заявканы уже вмзыңыз түскеннен кейін ғана істей аласыз. Егер сізде 0 болып тұрса, істей алмайсыз. Менде қазір вмз бар. Енді көресіздер. Мысалы 50 сатып алатын болсаңыздар, 49-ға істей бересіздер, 49-48-ге. 50 қып істейміңіздер. Себебі сіздердің жетпейді. Оның өзінің комиссиясы болады. Мен 48-ге істейтін боламын. Мына жерлерін таңдап аласыздар. Әліпби, вмз, юань болып өзі шығады. Біз продать на своих условиях дейміз. Себебі біз вмз-ны юанға ауыстырып жатырмыз сол үшін. Енді бізде қанша бар? Енді жазасыздар. 48 деймін мен. Курс бойынша өз шығарып береді. Қанша алатыныңызды. Сіз ауыстырсаңыз болады. Мен 220 деймін. Кейін өзіңіздің аккаунтыңызды или өзіңіз біреуге салатын болсаңыз, біреудің аккаунтын жазасыз. Дұрыс қылып жазыңыздар. Оны ауыстыра алмайсыздар. Енді подать заявку дейсіздер. Да, дейсіздер. Енді көреміз біз. Енді не? Біріншісіне шығу керек. Біріншісіне шықпаса қайттан істейсіздер. Мысалы, бір сатып алатын кезде 10 заявка істесеңіздер де болады. Не? Покупка деген жерге жазасыздар. Қаншаға істеген болсаңыздар, мен 48-ге істедім. Менікі екіншіге шықты. Оны біріншісіне шығарсаңыздар болады. Ол қалай? Бірінші көріп аласыздар 308 екен. Содан төмен болу керек. Енді істейміз қайттан. Бұл заявкамыз тұра береді. Екіншісін істейміз біз. Продать на своих условиях. Енді біз жазамыз 48 деп. 48 деп жазасыздар. Енді бізде заявкада біріншісінде 108 тұрған еді. Енді біз 107 қып істейміз. Өздеріңіз аккаунттарыңыз жазасыздар. Енді подать заявку да дейсіздер. Енді создать заявку. Свою заявку дейсіздер. Енді қарайсыздар. Вернуться к списку дейсіздер. Енді жазасыздар 48 деп. Біріншісіне шыққан болса, сіздердікін тез сатып алады. Сол үшін біріншісіне шығару керек. Не, біздікі біріншісіне шығып тұр. Біздің 2 заявкамыз бар. Екеуі де көрініп тұр. Енді біраз уақыт күтесіздер. Сатып алған кезде, осы заявкаларды сатып алған кезде, сіздерге сообщение келеді. Соған қарап отырасыздар. Егер сіздерде интернет өшік болатын болса, келмеуі де мүмкін. Сол үшін қосып қоясыздар интернетті. Енді осы жерінде чаты деген жерге қарап тұрасыздар. Сообщение келеді. Кейін сіздерге әліпбиге түскеннен кейін подтверждение бересіздер. Егер подтверждение бермейтін болсаңыздар, балансқа қарап бересіздер. Бермейтін болсаңыздар, администраторы отмен жасауы мүмкін. Сіздердің ақшаларыңызды алып қояды. Подтверждение бермесеңіздер. Сондай жағдайлар болған. Сол үшін подтверждение беру керек. Подтверждение бермегеннен кейін, уже бір күннен өткеннен кейін, вмз-сыз да жоқ, әліпбиге де түспеген. Администраторлар алып қоюы мүмкін. Қайтадан өзі сатып алған адамға подтверждение жасамағаннан кейін, сатып алған адам, сататын адамға қайтадан жібереді олар. Сол үшін подтверждение жасау керек.